Бүгін біз сіздермен жалпы горизонтальный бағытта атылған дененің қозғалыс жайлы толық ақпарат беретін боламыз. Әрине бұл видеоны бастамай тұрып біздің каналға келіп, досыңызбен бөлісуді болғанда біз бастаймыз. Кеттік. Қараңыздар, бізде мысалы мына бетте белгілі бір жылдамдықпен горизонтальный атылған кездегі жылдамдығымыз бұл нолевой. Себебі бастапқы жылдамдық болмаса ол горизонтальный ұша алмайды. Сол үшін біз оның ұшу бастапқы жылдамдығын, яғни x өсінде жылдамдыққа теңестіріп аламыз. Және де оның белгілі бір уақыттан кейінгі y өсіндегі жылдамдығын табу үшін, яғни y тең gt болады. Ал енді қараңыздар, осы дене неше қашықтыққа түседі дейтін болсақ, x тең 1/t деген формула көмегімен анықтаймыз. Ал енді жерге соқтығысқан кезде оның жылдамдығы қандай болады? Яғни соқтығысар кездегі жылдамдығы дейді да. Ол кезде мына қараңыздар, бізде y өсіндегі жылдамдық бар, x өсіндегі жылдамдық бір-біріне 90 градус болғандықтан, әрине ортадағы орталық жылдамдықты тапқан кезде Пифагордың формасын қолданамыз. Ал енді осы жерде бізге бұрылу құлар кездегі бұрышын тап дейтін болса, яғни тангенс деп қоямыз. Қараңыздар, тангенс альфа құлар кездегі бұрышын табу үшін v y-ті бөлеміз v x-ке, достар. Және бізде ол доп жерге неше уақытта құлайды десе, т тең түбір асты 2h бөлінген g. Яғни қараңыздар, достар, біз сіздерге горизонтальный бағытта атылған дененің қозғалыс жайлы толық формуласымен, есебімен, шығару жолын байланысты талданған формасы, дайын шаблон формасымен беріп қойдық. Бұны сіздер алдағы уақытта есеп шығаруды қолданыңыздар. Міндетті түрде сіздерге пайдалы боларына толыққанды сеніммен айта аламыз. Видеоны сақтап алыңыз, жоғалтпай қалмау үшін, және досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.